Мына пиццаны жасауга кеңес бермеймин, өйткені жасалуы өте оңай болғандықтан мен секілді жиі жасайтын боласыз. Қамырына 2 жұмыртқа, 5 ас қасық қаймақ, 5 ас қасық майонез, 9 ас қасық ұн, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай біркелкі масса шығады, оны табаға салып жаймалап, кетчуп жағып, өзіңізге ұнайтын ингредиенттерді қоссаңыз болады, және үстінен ірімшігін себеміз. Мен қарапайым пепперони пицца жасадым. Шұжықтан бөлек сіздер қасына саңырауқұлақ, қара зайтүн, тұздалған қиярды қоссаңыздар да дәмді шығады. Және ірімшіктің мен моцарелла сортын қостым, сонда жаңағы беті күймей пісіп шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут арасында пісіріп алдым. Өз пешіңіздің ыңғайына да қараңыз. Осылай қамырын ашытпай, өте оңай жасалатын пиццаны жасап көрдік. Өте дәмді шықты, бізге ұнады. Сіздер де жасап көріп, өз пікіріңізбен бөлісуді ұмытпаңыз.